Бой жеткен кезімде ауылымыздағы бір жігітке ғашық болдым. Бірақ кейін біз бір рудан тарағанымызды білдім. Біздің қазақта жет атасынан қыз алыспаған ел болғандықтан қан араласу болмау үшін әке-шешем өз рұқсаттарын бермеді. Бірақ мен бұған еш өкінбеймін. Қазір бақыттымын. Аллаға шүкір. Дені сау ұрпақ тәрбиелеп отырмын. Бүгінде жастардың санасы улап, бөтен ислами құндылықтарды насихаттап, әрі жет атасына қарамай жанұя құруды үгіттеушілер көбейіп барады. Балалар, өзіміздің қазақи салт дәстүрлерімізді, діни құндылықтарымызды ұмытпайық.